Баршаңызға сәлем. Телефон арқылы, яғни EGOV Mobile қосымшасы арқылы сіздерге диплом немесе аттестат, немесе олардың приложенияларын жоғалтып, немесе бөлініп қалса, олардың дубликатына қалай заявка бере аламыз, қазір көрсететін боламыз сіздерге. Ол үшін EGOV Mobile қосымшасына кіреміз. Бұл қосымшаның ішінде услуги деген жер бар. Услугиға кіреміз, оның ішінде образование деген бар. Образованияны таңдаймыз. Образованияның үшінші жолында выдача дубликатов документов об образовании деген бар. Соныған кіреміз. Міне бұл қызмет түрі тегін 15 жұмыс күн ішінде дайын болады. Мына жерде контакты, яғни телефон номеріміз және де почтамызды көрсетеміз. Одан кейін сізде не жоғалды? Аттестат па, диплом ба, әлі колледждің документі ма, олардың приложениялары ма, мына жақта белгілеуіміз қажет. Менде жоғары оқу орнының приложениясы жоғалған болатын. Сондықтан мен приложение дегенді таңдаған болатым. Яғни приложение деген таңдап сізге көрсетейін. Таңдаймыз. Одан кейін міне жоғалды ма, әлде бүлінді ма? Менде жоғалған болатын. Немесе тегіңіз өзгерді ма, соны көрсетеміз. Ары қарай қай ненің приложениясы, аттестаттікі ма, вуздікі ма? Менде диплом вуздікі. Мына жерде жоғары оқу орны қай жерде орналасқан, мен соны көрсететін боламын. Яғни қай қалада. Маған қазір керегі Алматы қаласы. Загрузка болғаннан кейін мына жерде регион тізімі шығады. Мінекей маған керегі Алматы қаласы. Белгілеймін, оның ішінде Алмалы ауданы. Оқу орны орналасқан жері. Алмалы аудан белгілеген кейін мына жерде менде учебное заведение деген жерде оқу орындардың тізімдері шығады. Маған керегі Алматы технологиялық университеті. Таптым, оны белгілеймін. Одан кейін академиялық дәреже белгілейміз. Мына жақта графалардың бәрін белгілеп шығу керек, яғни керектісін таңдап. Қандай мамандықты оқығаным белгіленеді. Және менде дипломның приложениясы болғандықтан менде диплом қолымда. Сондықтан дипломда көрсетілген серия номер, дипломның номері, тіркелген диплом номері, қай жылы аяқтады оқуды, соны бәрін белгілеп шығамыз. Мұқият дұрыс бұлақта толтырылу керек. Одан кейін барлығын толтырғаннан кейін сол барлық мәліметтер үшін өзім жауап беремін деп мына галочкаларды белгілейміз. Болды, запросты жібересіздер, заявка қабылданады. Жаңағы айтқанымдай 15 күн жұмыс күнінің ішінде сіздерге хабарлама келу керек дайын болған туралы. Дайын болғаннан кейін сіз жаңағы дайын болған документті мекемеге барып алып кетуіңіз керек, немесе мен сияқты почта арқылы алғызсаңыздар болады. Осындай пайдалы керекті деген көптеген ақпараттарды YouTube каналыма салатын боламын. Яғни жаңадан ашылған каналым керегін ал деп аталады. Осы каналға тіркеліп жоғалтпамас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Рахмет, пайдалы болды деген үміттемін.